Рамазан айлардың сұлтаны. Басқа уақытпен салыстырғанда жақсылықтар мен сауаптар еселенетін жалғыз ғана ай. Ислам дінінде құлшылықты үшке бөліп қарастырсақ болады. Біріншісі ол денемен болатын құлшылық. Оған намаз, ораза кіреді. Екіншісі мал-мүлікпен болатын құлшылықтың түрі ол зекет. Және де үшіншісі денемен де, мал-мүлікпен де болатын құлшылықтың түрі ол қажылық. Ораза адам нәпсісін тыйып, рухани өсуге, жаман мінездерден арылып, жақсы көркем мінезге тәрбиелеуге мүмкіндік беретін ай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ораза тек қана ішіп жеуден тыйылу емес, ораза бос сөзбен, жаман сөзден тыйылу деген екен. Яғни нәпсі адам баласын жамандыққа бұйыратын болса, ал ораза адам баласын тек қана жақсылыққа, жақсы тәрбиеге бұйырады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: дұшпандарыңмен күрескендей нәпсілеріңмен де күресіңдер деген.